Hurmatli do'stlar, bugun Milliy universitetda jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti rahbarligida xalqaro konferensiya bo'lib o'tyapti. Xalqaro konferensiyaning mavzusi umuman media dizayn, media mahsulotlar dizayni haqida, uning rivoji haqida bo'lyapti. Bugun tasodif bilan men ajoyib bir aziz kishini uchratdim. Bu kishi Qozog'istonlik mehmonimiz, shoir Asqar Dushanbe bo'ladilar. Bu kishi hammalarga ma'lum qozoq xalqining eng zamonaviy go'zal qo'shig'i Seni suyim deb nomlangan qo'shiqni yozgan shoir. Ikki og'iz o'sha she'ringizdan boshlab, chunki o'zbek muxlislari, o'zbekistonlik muxlislaringiz sizni o'sha she'ringiz bilan aytilgan qo'shiqni nihoyatda sevib eshitadilar, chunki u qo'shiqning so'zlari qozoq xalqining o'z vataniga bo'lgan muhabbatini, kerak bo'lsa hayotini baxshida qiluvchi go'zal bir satrlarda berilgan. Marhamat, so'z sizga. Xush kelibsiz mehmonim. Rahmat, xush bo'ldim. Ko'p rahmat sizga. Жалпы ән деген шекара жоқ әнде. Оны бүкіл әлем тыңдайды, жақсы ән болса. Сондықтан да мен өте қуаныштымын, сондай қазақтың әндерін тыңдап, соны құрметтеп, соған бас иіп жатсыз. Мыңда бір шүкір. Иә, бұл ән өз бір ойламаған жерден туған, бірақ жүректен жүрген, толғаныспен туған ән бұл. Оны бізде Қайрат Нұртас деген жақсы әнші бар. Сол бірінші орындаған ол әнді. Одан кейін бізде тағы қыздар орындады, Малаховтың кешінде орындады. Сол бір өзімнің ішкі әлемнен туындаған ән ғой. Оны бізде де жақсы тыңдайды ол әнді. Мен өзім жалпы 500-ге тарта әнге мәтін жазғанмын, өзім де әнде шығарамын. Соның ішінде бір туынды ғой бұл арасында жүрген. Рахмет сіздердің ол әнді тыңдап құрметтеп жүргендеріңізге. Рахмат. Ikki og'iz bir she'ringizdan bir necha qator eshitsek. Men bir ne var, men өз шиырларымды өзің көп жатқа білмеймін, сен көп болғансың. Енді бір қатар естелік, әрбір шойырдың өзіден шықшы башқаша да. Оны қазір есімде айта алмай тұрмын енді. Hayajonlandı bizi aziz mehmonimiz, lekin bugungi konferensiya haqida ikki og'iz gapiring. Иә, бүгін жалпы әлемдік журналистиканың үлкен проблемасы, тенденциялары, яғни дамуы туралы үлкен бас қосу. Оған ұйытқы болып жатқан сіздердің Milliy университеттеріңіз. Мұнда екінші мәрте келіп қатысып тұрмын. Сол үшін сіздерге осындай әлемдік проблеманы, әр елдің проблемасын ортаға салып, осындай үлкен біздің туыстығымызды, бауырластығымызды ғылым мен білім жолында ұштастырып жатқандарыңызға өте көп рахмет. Осындай жақсы жиындарда кездесейік, бір-бірімізге деген сый құрметіміз. Бір тіл білсең, бір адамсың, екі тіл білсең, екі адамсың дейді ғой. Сіздермен көрісіп, біз өзбекше кәпіріп жатырмыз, қазақша сөйлейміз, қырғызша сөйлесеміз, яғни біздің туысқан екенімізді дәлелдейді. Бізде ешқандай проблема болмасын, тілімізде, рухымызда, әнімізде, мәдениетімізде. Біз тек қана бір-бірімізді туысқан деп қабылдайық. Ғылымымыз жастармен өсе берсін, шәкірттеріміз алға дамыта берсін біздің ойымызды. Rahmat. Abaydan boshlangan buyuk daryolar Qozog'istondan biz tomonga qarab oqyapti. Tabiat esa boshqacha. Orolga qarab biz tomondan suvlar oqib borish kerak. Eng avvalo bir-birimizga mehrimiz oqib borish kerak. Ana shu mehrlar muborak bo'lsin. Sizga ijodiy yutuqlar tilab qolamiz. Aziz do'stlar, qozoqcha so'z bilan, o'sha go'zal qo'shiqning go'zal sarlavhasi bilan bugungi suhbatimizga bir yakun yashasam, seni suyib